Сәлем, сіздермен Тәтті каналынан. Бүгін бізде сіздерге оливье салаты, яғни жаңаша әсемденген оливье салатымен таныстырамыз. Яғни оның ешқандай өзгешелігі жоқ. Бұда тек қана бізде тұздалған қияр көптеу, жұмыртқа көптеу болады. Басқа құрамына қарағанда. Бірінші сәбізді аламыз, пісіріп 4 бұрыштық тураймыз, қиярды тураймыз, картопымызды турап аламыз, шұжығымызды турап аламыз, жұмыртқамызды турап аламыз. Одан кейін горох, дайын консервадағы горохты аламыз. Өсіп, жаңағы салаттарымыздың әр ингредиентін бөлек-бөлек араластырмай, бөлек-бөлек ыдыстың жаңағы шетіне орналастырамыз. Яғни бір қызыл, көк, сары, қызыл, көк, сақтап араластырып, әдемілеп жасаймыз. Менің каналыма жазылып отырыңыздар, лайк басып, комментария жазып, қандай жеңіл тағамдарды көргілеріңіз келеді. Сол жөнінде комментария жазып кетсеңіздер, келесі жолы соны біз түсіргімге қоямыз. Және жұмыртқамызды саламыз. Бұл өте 4 бұрыштық майлап тураймыз. Бұлардың заттарын бәрін 15-20 минут суда қайнатып пісіріп аламыз. Сол су қайнатқан кезде тұз салып пісірсеңіздер, сол кезде жаңағы салаттың ішіне тұз салудың қажеті жоқ болады. Ал біздің жазда жауып дайындаған қыстық жаңағы тұздалған қиярымыз өзімізбен бірге. Енді қазір картопты саламыз. Сосын шұжығымызды саламыз. Өте әдемі болып көрінеді, өте столға дәмді болып тұрады. Осылай әрлеп, өстіп әзірлейміз. Әсемдеп, енді колбасамызды, шұжығымызды қоямыз. Қыздар, каналыма жазылып, лайк басып, өздеріңізге қандай тағамдар қалайсыздар, соларды комментарияға жазып отырсаңыздар. Аптасында 2-3 мәзірлер шығып тұрады. Яғни өте оңай, жеңіл, үйдегі бар қолданыстағы заттармен жасалынатын. Осылай әр бұрышқа майонезді қойып шығамыз. Сол кезде, егер ортасына көп үйіп қойсаңыздар, араластырғанда қатты араластырамай қаласыздар. Сол үшін өстіп шет-шетіне қоя береміз. Әр екі түрлі ингредиенттің қосылған жерлеріне қойып тұрамыз. Біздің салатымыз дайын, ас болсын. Сіздермен бірге Тәтті каналы. Лайк басып жазылып өтеміз. Жақыннан көрсетейін сіздерге. Осылай әдемі болып, дастарханға қойғанға да әдемі көрінеді. Мынау араласқан күйі. Сау сәлеметте болыңыз.